Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге айран қосылған өте тез дайындалатын пирогтың рецептін ұсынамын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға құмшекерімізді қосып, миксермен аппақ масса болып көтерілгенше араластырамыз. Міне осылай массамыз көтерілді. Енді үстіне сұйық май және айранымызды қосамыз. Сұйық заттарымызды қосып болғаннан кейін миксермен тағы бір рет сәл ғана араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды және разрыхитель қосамыз. Дөңгелек формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, массамызды құйып шығамыз. Лопатканың көмегімен бетін біркелкі тегістейміз және үстіне өзіңіз қалаған жидекті қоссаңыз болады. Менде осындай қатырлаған қарақат болды, соны қостым. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіреміз және піскеннен соң бөлме температурасына міндетті түрде суытамыз. Содан кейін барып қана формасынан шешеміз. Үстіне қалауыңызша қант ұнтағын сепсеңіз болады. Пирогымыз осымен дайын, баршаңызға ас болсын. Пирог өте дәмді, жұмсақ және тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Мақпал Бауыржанқызы. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар.